Қайырлы күн достар. Бүгін менің YouTube каналымда осындай өте дәмді котлеталардың рецептін көре аласыздар. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Алдымен филемізді блендерден өткілеп аламыз. Бір жұмыртқамызды, пиязымызды, піспеген картошкамызды және сәбізімізді салып, тұзымызды, бұрышымызды және куркума салып, барлығын бір келкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, күнделікті жаңа рецепттармен және оңай рецепттармен бөлісіп отырамын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Және панировочный сухари салып, барлығын тағы да араластырып аламыз. Өте дәмді шығады, маған қатты ұнады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте күшті, сочный болып шығады. Осылай котлетаның формаларын жасап аламыз. Домалақ кетіп, қолыңызды сулап, болмаса майлап істесеңіздер, қолдарыңызға жабыспайды. Духовкада пісірмейміз, майға қуырып аламыз, сол кезде дәмді шығады. Менде осынша котлета шықты. Осылай қызарғанша екі жағында пісіріп аламыз. Осылай әдемі болып шығады. Өте күшті, дәмді. Осымен котлеттарымыз дайын. Пиязымызды қуырып, сәбізімізді қуырып аламыз. 10-15 минуттай. Мен пюре жасадым, бірақ пюренің рецептісін салмаппын. Осылай пісіріп алдым. Астына сәбіз бен пиязымызды салып, 10 минутқа духовкаға салып алдым. Осымен өте дәмді кешкі асымыз дайын. Сіздермен Гүлдана ас болсын.